Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ертегіге айналған Түркістан. Бүгінгі сабақта сұрақтарға жауап беруді, ақпарат табуды үйренесің. Оқушылар, өткен сабақты қайталайық. Ол үшін ең жылдам ойынын Wordball платформасы арқылы өткізейік. Қатысушылар, топқа бөлінейік. Іске сәт! Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Сапар, кесене, көне, тайқазан, заманауи. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Жаңа сөздермен сөз тіркесін, сөйлемдер жазайық. Іске сәт! Біз ұсынған сөз тіркестерін, сөйлемдерді тыңдайық. Сапарға шықты, үлкен кесене, көне шаһар, тайқазанды көрдім. Кеше әкем сапарға шықты. Оқушылар, сендердің де сөз тіркестерін, сөйлем сәтті шықты деген ойдамын. Жұмысты бастамас алдында сөз жұмбақты шешейік. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, сөз жұмбақты сендер дұрыс шешті деген ойдамын. Дұрыс айтасыңдар. Ол Түркістан қаласы. Қазір алдымен осы қала туралы бейне роликті көреміз. Сосын келесі сұрақтарға жауап береміз. Бұл сөз нені білдіреді? Бұл қалада кім болды? Ол қайда орналасқан? Онда нелер бар? Іске сәт! Ойланайық. Оқушылар, жауаптарымызды тексерейік. Дұрыс айтасыңдар. Түркістан деген ол үлкен қала. Түркістан деген қала бар. Ол оңтүстікте орналасқан. Онда әртүрлі ғимараттар бар. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Тыңдалым. Мәтінді тыңдаймыз, сұраққа жауап береміз. Қазір Түркістан қаласы өте әдемі. Мен заманауи саябақта қыдырдым. Саябақтың ортасында шәйнек үлгісіндегі
су бұрқақ орнатылған. Керуен сарай кешені ішінде судағы қайық шеруі атты театрландырылған шоуды тамашаладық. Маған жаңа Түркістан ұнады. Сұрақ: ол қай жерде болды? Балалар, ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, мәтінді және видео материалды еске түсіріп, суреттерді атаулармен сәйкестендірейік. Іске сәт. Оқушылар, бірінші сурет келесі сөйлемге сәйкес келеді. Мен заманауи саябақта қыдырдым. Сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Енді келесі сурет. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Әр сурет өз атауын тапты. Үшінші тапсырма. Топтық жұмыс. Әр топ берілген сөздермен үш сөйлем құрастырады. Суреттерге қарайық. Сұраққа жауап берейік. Қала қалай өзгерді? Өз ойыңды айтып бер. Келесі тірек сөздерді пайдаланамыз. Көлік, сапар, ат-арба, ұшақ, пойыз, топырақ, сәулет өнері, дамыды. Бірінші топ көне Түркістан тақырыбы бойынша үш сөйлем құрастырады. Екінші топ қазіргі Түркістан қалай жетуге болады? Қай көліктерді пайдаланамыз? Үшінші топ жаңа Түркістан. Іске сәт, ойланайық. Бірінші топтың жұмысын біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Бірінші топтың тақырыбы көне қала. Көне заманда қалаға ат-арбамен барды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі салынды. Ол сәулет өнерінің үлгісі. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамын. Екінші топтың жұмысын тексерейік. Екінші топтың тақырыбы қазіргі Түркістанға қалай жетуге болады? Сапарға әртүрлі көлікпен де баруға болады. Ұшақпен тез жетуге болады. Пойызбен асықпай барасың. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамын. Үшінші топтың тақырыбы жаңа Түркістан. Көне замандағы кесене сақталды. Қазіргі кезде әдемі субұрқақтар, саябақтар салынды. Жаңа Түркістан ерекше қала. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалар сәтті шықты деген ойдамын. Жазылым. Келесі сөздерге көптік жалғау қосылған. Осы көптік жалғаулардың ішінде қателер бар. Соны тауып, дұрыс жазайық. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, бірге тексерейік. Имараттар, қалалар, нышандар, субұрқақтар, саябақтар, сапарлар, кесенелер. Оқушылар,
Сендердің де жауап нұсқалары сәтті шықты деген ойдамын. Көптік жалғаулардың жазылуын есте сақтайық. Олар үндестік заңына бағынады. Келесі тапсырма: қосымшаларды дұрыс қойып, оқиық. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, тексерейік. Мен Түркістанға барамын. Онда жаңа әдемі ғимараттар көп. Көне Түркістан бүкіл әлемге танымал. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалары сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, енді ойнайық. Learning Apps платформасы арқылы келесі сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт, ойланайық. Ойындағы барлық сұрақтарға сәтті жауап бердіңдер деген ойдамын. Енді үй тапсырмасы. 101-ші бетте 4-ші тапсырмада қажетті сөздерді орнына дұрыс қояйық. Іске сәт. Оқушылар, енді бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын.